Міне бауырлар, бізде Тараз қаласында 31 күні түнде 11-ден өте өрт шықты. Мына 5-ші микрорайондағы түгел крышасы өртеніп кетті. Ужас. Құдай сақтасын. Осы үй өртеніп жатты. 12-де, сағат 12 болғанда мына үйлерден, мына маңайдың барлығынан салют атылып жатқан ғой, салют. Қазақ айтады, көршісі қайғыда жатқан кезде ақымақ қана той жасайды дейді. Өртенді. 31-мен құттықтай беріңдер, жаңа жылмен құттықтай беріңдер деп өткенде біреу шықты ғой жаңағы, бір имам ба. Не дейді? Ол түні күнә көп істелетін түн деп біреулер айтыптымыш. Не басқа түні күнәлар істелініп жатқан жоқ па деп. Алла сақтасын, тіпті мына органда істейтін жігіттердің өзінен сұрасаң, 365 күннің ең қиын түні осы 31 күні. Желтоқсанның 31 күні. Бұл түн күнә істелінгені былай тұрсын, қылмыстың да ең көп істелінетін түні. Дәл сол секілді біздің Таразда осы 31 күні түнде 5-ші микрорайонда бір домның төбесі түгелдей өртеніп кетті. 100-деген адам, 200-деген адам былайша айтқан кезде үйсіз қалды. Қаңтардың басында, қыстың ортасында. Бұл қайғы ма? Қайғы. 15-ші микрорайонда тағы бір үй дом өртеніп кетті. Дәл сол секілді тағы да бір бар өртеніп кетті. Осы Тараз қаласында. Ал түнінде істелінген қылмыстың санын айтпай қойын. Бұл бір Таразда ғана болып жатқан оқиға. Ал енді үлкен мегаполистер бар, Шымкент бар, Алматы бар, көптеген Қазақстанның бүкіл облыстарында бұл түні жай қарап жатты дейсің ба? Сондықтан бұл 31 күні жаңа жылды тойлау, бұл тек қана арақ сататындар мен салют сататындардың ғана пайдасы. Бұл мемлекетке де пайдасы жоқ. Мемлекеттің шығынға ұшырайтын түні бұл. Адамдардың қылмыстың ең көп жасайтын түні. Қалаберлік күнәні ең көп жасайтын түн. Құрбан айтта қойға жаны ашығыш, мынау атеисттер, тәңіршілдер, мұсылмандар қойды қырып жатыр деген. Міне адамдар шығынға ұшырап жатыр 31 күні түнде. Мыңдаған адамдар шығынға ұшырап жатыр. Мыңдаған адамдар үйсіз қалып жатыр. Қайда қарап отырсыңдар? Сөйлемейсіңдер ме осы нәрсені? Сондықтан да бұл жаңа жыл жаңа жылды тойлау өзінің зиянды екендігін жыл сайын дәлелдеп жатыр. Сондықтан да дақпыртпай, дандайсымай бұл түнді дата ауысатын түн деп өткізіп жібере салу, ол сізбенен біздің ісіміз болу керек. Сондықтан да бауырлар, Алла сақтасын, бұл 31 күні тойлау, бұл арақ сататындар мен салют сататындардың пайдасына ғана шешілетін түн. Алла сақтасын. Сондықтан да біз бұл жаңа жылды дата ауысатын күн деп қана өтуіміз керек. Өйткені Құрбан айтта мұндай шығын жоқ. Мұндай адамның шығыны, үйдің шығыны мемлекетке зардап деген келмейді. Ораза айтта да сондай, Қадір түнде де солай, Наурызда да солай қала берді, қараңыз. Өткенде біреу тәуелсіздік мемлекетті де ол мемлекеттік мейрам, ол дінге қатысы жоқ депті. Тәуелсіздік күні кім осындай салют атады? Тәуелсіздік күні кім арақ ішеді? Тәуелсіздік күні кім қылмыс істейді ондай? Ондай істелінбейді. Сондықтан тәуелсіздік күні мемлекеттің кейбір мейрамдарын бұл жаңа жылға қияс қылып керек жоқ. Алла сақтасын. Сондықтан да бұл 31 күні мен үшін бұл дата ауысатын түн ғана болды. Жаңа жыл ма? Жаңа жыл бұл 2026 келді. Бұндай тойлап, адамдарды шығынға ұшыратып, адамды қайғыға батыратын түн ешкімге керек жоқ.